Сәлеметсіздер ме киносүйер қауым. Бүгінгі біз комедиялық боевик Малавита фильмі жайлы айтамыз. Кино қара әзілді қойылымдарымен өте тартымды. Жалпы айтқанда маньяктар отбасы деуге болады. Ал ендеше кеттік. Малавита. Фильмнің басында 4 кісіден тұратын отбасы мүшелері тып-тыныш тамақтанып отырады. Аяқ асты сырттан күтпеген қонақ келіп есікті қағады. Отбасының үлкені барып есікті кетігінен қарағанда есіктен Рокко есімді киллер кіреді. Ол отбасы мүшелерінің бәрін жайратып салады. Рокко қолына балта алып бір кісінің саусағын кесіп алады. Бұл тапсырыс орындалғанына дәлел үшін еді. Тапсырысты түрмедегі пахан зонаға жібереді. Мафиоздар бармақ басқа кісінікі екенін сезіп, киллерге іздеуді жалғастыруды бұйырады. Ладно, продолжу поиски. Кейінгі кадрда Блейктер отбасымен танысамыз. Үлкені Джованни, анасы Ливия, қыздары Белл, ұлдары Уоррен және олардың иті Малавита. Киноның аты қайдан алынғанын сезген шығарсыз, е? Общем, олар Американы тәрк етіп, тағы да басқа мемлекетке, нақтырақ Европаға көшуде. Олар Нормандиядағы кішкентай ғана қалашыққа көшеді, ал балалары бұл жерде тұрғысы келмейді. Эти идиоты опять забыли телек. Обещали завтра. Ну да, завтра у них любимое слово. Үйге жайғасқасын көршілері ұйықтап жатқанда Джованни көлігіндегі мүрдені түсіріп жерге көмеді. Өйткені ол мүрде Джованниге сапасыз нәрсе сатқан еді. Үй ішінде анасы енді олар Блейк отбасы екенін түсіндіреді. Балалардың аты баяғыдай, ал анасының есімі Мэгги, Джованнидің жаңа есімі Фред болады. Так что давайте, привыкайте. Ертесі күні балалар мектепке барады. Олар мектепті мүлдем ұнатпайды. Уорренге сыныптастары бірден тиісе бастайды. Олар одан ақша талап етеді. Уоррен өзін ақылды деп есептеп, оларды кемсіткендей болады. В чем ваш бизнес? Рэкет, крыша, пытки? У вас монополия? Или вы с кем-то делитесь? Во что вкладываете? Оның бұл қылығы сыныптастарына ұнамайды. Бұл уақытта Джованни үйдің ескі иесінің жазу машинкасын тауып алады. Ол өзінің бастан кешкендерін жаза бастайды. Сосын ол көршісімен танысып, өзінің жазушы екенін айтады. Нигде не задерживаемся, много путешествуем из-за моей работы. А, что за работа? Я писатель. Бұл уақытта Мэгги дүкенге азық-түлік үшін барады. Сатушы шеттен келген әйелге дөрекі сөйлейді. Мэгги заттарды іздеу үшін кеткенде, жергілікті әйел мен сатушы бірден америкалық әйелді жамандай бастайды. Олар Мэггиді түсінбейді деп ойлайды, бірақ ол түсінетін еді. Они диктуют всему миру, что надо делать. Они едят гамбургеры на завтрак, обед и ужин. Содан кейін Мэгги қолына газ баллон, бір баклажка май және сіріңке алып, ал мектепте Уоррен әпкесіне почти барлық оқушылар жайлы, сонымен қоса өзін төбелеген бала жайлы да ақпарат жинап шыққанын айтады. Сонымен Белл сабақтан қайтып бара жатқанда оның сыныптастары жеткізіп салуды ұсынады. Белл келіседі, бірақ жігіттер оны басқа жерге алып барады. Табиғат аясында майокка ұйымдастыру үшін. Сөйтіп олардың лидері Беллге тисе бастайды, бірақ олар Беллге екінші жақындамайды. Ал кешкісін ас үстінде күндері қалай өткенін талқылайды. Есік қоңырауы соғылады. Есік алдындағы ФБР агенті Роберт Стенсфелд. Фред пахан зонаны ФБРге сатып бергелі, агент оған көмектесіп жүреді. Агент баяғы сатушының жоғалып кеткенін айтады. Ал Фред ол жайлы ештеңе білмейтінін жеткізеді. Сөйтіп агент оларға тыныш жүруді, әр 3 ай сайын жаңа үй тауып беру қиын екенін айтады. Догадываешься, что будет, если они найдут вас? Но ты здесь для того, чтобы этого не случилось. Это твоя работа. Тогда ты не мешай мне. Сонымен түнде Фред түс көреді. Түсінде барлық гангстерлер оны тауып алған еді. Ол опшым оянып кетті. Ал таңда ол романын жазуды жалғастырады. Ал Мэгги уайымдайды, өйткені текст басқалардың қолына түссе қиын болады. Кейін ол түскі ас дайындап, ФБР агенттерін тамақтандырады. Агенттер қарама-қарсы үйде Блейктер отбасын бақылап отыратын. Мэгги оларға жақынырақ танысуды ұсынады. Стекает по внутренностям, оставляя за собой лишь свой аромат. Точно. Бұл уақытта Уоррен мектепте пайдалы істермен айналысады. Ол өзіне керек болады деген жігіттермен келіссөзге отырып ақша таба бастайды. Ал бұл уақытта Беллдің затын сыныптасы ұрлайды. Бірақ ол бұл ісі үшін қатты өкінеді.
Бел інісіне практикант мұғалімі Генри ұнап қалғанын айтады. Кейін ол Генриге барып математикадан қосымша сабақ беруді өтінеді. Мне нужен репетитор. Репетитор по математике? Вы что-то еще преподаете? Бұл уақытта Фред үйдің трубалары бұзылып, жаман су ағып жатқаны үшін сантехникті шақырады, бірақ наглый сантехник алдын ала ақша төлеуді сұрап, үлкен сомманы айтады. Бұл Фредке ұнамайды. Аль Капоне говорил, вежливостью и оружием можно добиться намного больше, чем одной вежливостью. Сантехник ауруханада жатып дәрігерге баспалдақтан құладым деп айтады. Ал дәрігер қалай бұлай 200 сүйек сынуы мүмкін деп таң қалады. Бұл уақытта Уоррен тыныш отпай жауын тұзаққа түсіреді. Сыныптас жігіттерін оңдырмай төбелейді. Бұл уақытта киллер Рокко жоғалған сатушының соңына түсіп, Фредтің қайда кеткенін білгісі келеді, бірақ біле алмайды. Ал Мэгги Фред сантехникті аямай сабағанын біліп, жақында тағы көшетін шығармыз деп уайымдайды, бірақ Фред өртеніп кеткен дүкенді айтып, Мэггидің аузын жаба салады. Сөйтіп екеуі жарасады. Иди ко мне, тебе нужно расслабиться. Келесі күні отбасы барбекюге дайындалады. Бел Генриді күтіп отыр. Уоррен бір жәшік кола әкелген. Ал Роберт агенттерге барбекюге баруды айтады. Өйткені онда пашти бүкіл ауыл жиналайын деп тұр. Жиын барысында Мэгги бір әйелді ұрланған қасықтарды орнына қоймасаң қолыңды сындырам дейді. Ал Фред жазу үстелінде отырып балаларын үнемі тәуекелге қалдырам деп кешірім сұрап отыр. Бірақ Бел ол ең жақсы әкесің деп жауап береді. Ты лучший папа, о котором можно только мечтать. Правда? Фак, да. Сөйтіп Фред барбекю дайындауға шығады. Көршілері барбекюсін жамандай бастайды. Соңынан қатты өкінеді. Оның фантазиясын Роберт бөліп жібереді. Олар Блейк гангстер болған кезді еске алады. Онда жақсы жаққа өткен гангстер жалғыз Фред қана емес, көптеген гангстерлер бастығын ұстап бергені айтылады. А что смешного, Фред? Я еще ничего не написал, а обо мне уже говорят в Белом доме. Кеш бітті, барлығы жақсы көңіл күймен тарқады. Генри келмеген үшін тек Белдің ғана көңіл күйі жоқ. Сосын Фред үйдегі трубадан неге жаман су ағып жатыр деп қаланың әкіміне барады. Әкім оны су қоймасына жібереді. Ол жердегілер химиялық зат өндіретін заводқа жібереді. Ал заводтың басшысы су таза болмаса бөтелкедегі суды сатып ал деп кеңес береді. Енді не боларын сезген шығарсыздар. Көлікпен сүйреп болған соң заводтың бастығы мәселе турбинада екенін айтады. Бұл уақытта Роберт Фредтің үйіне кіріп жазбаларын оқып отыр еді. Роберт оның текстін мақтайды, бірақ өзі жайлы жазылған сөздерді ұнамайтынын айтады. Общым агент Фред бұзақылығын жалғастыра берсе, куәгерді қорғау программасын алып тастауды айтады. Бірақ Фред оны тыңдамай, аңдып отқан агенттерді алдап, өзі су қоймасындағы турбинаны жөндеу үшін кетеді. Ол проблеманы өзінің қарапайым стилімен шешпекші болады. Бұл уақытта Бел Генридің көмегімен алғаш рет жетістікке жетті. Ал Уоррен бала кезінде Пахан зонадан естіген цитатасын жергілікті газетке жазып жібереді. Ол газет қарапайым, бірақ ерекше түрмен түрмеге, прям Пахан зонаның қолына жетіп барады. Сходи за Моралесом. Уоррен Блейк. Пахан зона цитатаны бірден танып, Фредті қайдан іздеу керектігін түсінеді. Пахан семіз Уиллиге өзімен көбірек адам алып, Стукашты ұстауды бұйырады. Где он сейчас? Ал Бел мектепте Генриге жабысады. Общым екеуі қосылады, бірақ көп өтпей Генри телефон арқылы басқа қалаға кететінін айтып, Белмен қош айтысады. Қыздың жүрегі жараланды. Ал Уорренге ауыр қылмыстар бойынша арыз түседі. Отбасын уайымдатып, оларды сатып қоймау үшін ол ақша мен паспорт алып, Парижге кетпекші болады. Не хочу, чтобы федералы стали винить вас, поэтому мне лучше слиться в Париж. Ал Мэгги бұл уақытта бірнеше рет шіркеуге барып үлгерген. Шіркеудегі монахпен кезекті кездесуде күнәларын айтып жеңілдеуді ұсынады. Бірақ монах бұдан в шоке болады. Киноны көріп отырып, өзімнің шокым в шоке болады. Ваша семья — это воплощение зла.
У вас пожизненный контракт с самим дьяволом. Покиньте это святое место. Ол әйелге екінші қайтып келмеуін бұйырады, ал Фредті көршілері жазушы ретінде киноға шақырады. Олар кино көріп болып, оны талқылауы керек. Фред романындағы ең мықты кейіпкер ретінде Робертті өзімен бірге баруға көндіреді. Если в газете появится твоя фотография, тираж будет раскуплен. Ты долго будешь ныть и бурчать? Успокойся, расслабься, наконец. Алайда онда қателік болып, криминалды жігіттер фильмін көруге тура келеді. Фильм біткесін одан өзінің ойын айтуды сұрайды. Фред бірден рөлге кіріп, өзінің өткенін еске алады. Отец бил его. Вышвыривал из дома. Мальчик был агрессивен. Вот отсюда возникает инстинкт убивать. Роберт Фред өзін ашып бергенін түсініп, отбасын тағы да көшіру керектігін түсінеді. Ол агенттерге хабарласып, отбасыны көшіруге дайындалыңдар деп айтады. Этот придурок сошел с ума. Соберите Мэгги и детей. Работаем по плану Б. Бұл уақытта Уоррен вокзалда отырып, қалашыққа келген семіз Уиллиді, Рокконы және бірнеше бандиттерді көреді. Олар баланы байқамай көлікке отырып кетеді. Уоррен бірден үйге хабарласады, бірақ тұтқаны ешкім көтермейді. Қоңыраудан кейін Мэгги үйге келеді. Ол агенттерге көмек сұрауға барады. Бұл уақытта Белл сыныптасынан телефонын беріп тұруды өтінеді. Одолжи телефон. Нельзя давать другим свой телефон. Ол крышадан секірмес бұрын Генриге хабарласпақ болған екен. Осы кезде гангстерлер полицейлердің учаскесіне кіргенін көреді. Олар полицейлердің компьютер арқылы Блейктер отбасы тұрған үйді табады, ал Белл отбасына қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Я перезвоню. Сосын бандиттер пожарныйларға шабуыл жасап, кезекшіні өлтіреді. Сосын ол жерді жарып жібереді. Жарылысты барлық қала естиді, бірақ онда баратын ешкім жоқ. Ал Мэгги көшеде бандиттерді көріп, агенттерді ескертеді. Роберт есе полицейлер учаскесіндегі қантөгісті көріп, Блейкке барады. Ол кезде Блейк краннан ағып тұрған таза судан рақат алып тұрған, бірақ оның қуанышы көпке созылмайды. Бандиттер екі агентті де атып өлтіреді. Мэгги тығылып қалады, бірақ семіз бандит оны тауып алады. Ол әйелді зорламақшы еді, бірақ Фред семізге шабуыл жасайды. Бұл кезде Белл көлік алдындағы бандитті талдырып, тапаншасын алып қояды. Уоррен де келіп, қолдарына қару алады. Бандиттер Малавитаны өлтірмекші болады, бірақ Белл оның өзін атып түсіреді. Уоррен де олардың бірін, кейін тағы бірін өлтіреді. Ал тірі қалған Рокко оларға тапанша оқталады. Пошел ты. Спасибо. Гангстер қыздың артынан қуып кетті, бірақ оны көліктегі Роберт қағып кетеді. Ал Мэгги алысып жатқан күйеуін құтқару үшін бандитті өлтіреді. Отбасы осындай қызықтарды бастан кешіріп, содан кейін тағы да саяхатқа аттанады. Оларды алда тағы да не қызықтар күтіп тұрғанын енді біз біле алмаймыз, себебі фильм бітті. Кино қалай екен? Комментке қалдыра кетіңіздер. Тіркеліп қоюды да ұмытпағайсыздар.